Ал балалар, келесі тапсырмамыз сағат әдісі, яғни достармен кездесу әдісі. Мұнда 4 сағат тұр, сағат 12, 9, 6, 3. Осы уақыттарға өзіңіздің досыңыздың есімін жазасыз. Жай ғана жазбаймыз, өзіңізге ұқсас қасиеттеріне байланысты жазасыз. Мысалы, мен Айзереге айтамын, сіздің көзіңіз маған ұқсайды екен, мен сізді сағат 12-ге кездесуге жазамын. Ағерке, сіздің бойыңыз маған ұқсайды, немесе мінезіңіз маған ұқсайды, мен сізді сағат 9-ға кездесуге жазамын деп, әр оқушы өзіңіз қалаған оқушыны барып, қасына барып, кездесуге шақырасыздар. Келістік қой? Жоғары жағына бүгінгі күнді және аты жөндеріңізді жазып қойыңыздар. Қасына барып, жаса беріңіздер. Қасына барып. Кіммен кездесуге шақырыңыз келді, қасына бара беріңіздер. Бара беріңіздер, тұр. Сөз арамыздан соңында. Қасына барып, шақырыңыз беріңіздер. Бір адамды жазған адам екінші адамға қайталамау керек. Мысалы, Ағерке балымда жазды ғой. Балым сағат 12-ге ешкімге бармайды деген 12 бос емес ол. Келесіз ғой, қасына барып келесіз. Тез қасына барамыз. Тоғызға бірден жазылдық па, ол бос тез уақыт деген. Қасына барып жазылды. Сұрағыңыз боссыз ба, сізді шақыруға бола ма сағат 3-ге? Сіздер кездесуге шақырып болды, уақытымыз бос емес болды. Сағат, қазір сағатты мен көрсеттім. Сағат 12. Сағат 12-ге кімді кездесуге шақырдыңыз, соның қасына бара қоямыз қазір. Қасына барып отырғаныңыздар. Осы жерге жұппен екеуміз бірге ақылдаса отырып, сағат 12 деді есепті шығарамыз. Уақыт сізге максималды түрде уақыт келеміз. Апа есепті жаздыңыз. Сағат 12 болды есеп. Ең соңында шығарып болған кезде А-ның мәнін 1, Б-ның мәнін -1 деп орнына қойып шығарамыз. Жұппен ақылдасып шығарамыз балалар. Уақыттарымыз 14 секунд қалды. Уақыт аяқталды. Енді жауабымен тексереміз. Қазір жауабын шығарамыз. Жауап 2. Ал 2 кімге шықты, қол көтереміз. Жақсы. 4, 5 жыл өте жақсы жұмыс жасады. Қалғанымызға уақыт жетпей қалды. Жақсы, кеттік. Сағат 1, 3 болды. 3. 3-те кімде кездесуде?
Яғни мына берілген алдарыңызға қарап қарап беріледі. Осыған тақтада слайдта көрсетіліп тұрған есептің жауабын белгілейсіз. А, Б, С, Д. Қайсысы тура келеді, соның тұсына карандашпен дөңгелектеп бояп шығасыздар. Келістік қой. Балалар орындап болса, енді жеке сіздердің жауаптарыңызды тексеріп шығамын. Менде дайын жауап кілті бар, осы арқылы скан жасап. Сразу ответін айтып отырамын, мен жауабын. Назерке, 5 сұрақтың үшеуіне жауап бердіңіз. Сіз 60% балл алдыңыз. Келесі оқушы. Аты жөнін жазбаппыз. Жоғарыдан аты жөнін жазуды ұмытпаймыз. Талшын 80%. 5 есептің 4-еуіне дұрыс жауап бердіңіз. Сабағымыз соңға таяп қалды. Рефлексияны мультиметр әдісіне қолданылып келіп отыр. Сіздер телефондарыңызды ашасыздар да арнайы жіберілген ссылка бойынша немесе menti.com сайтына кіру арқылы мына кодты теріп, осы берілген тапсырмаға жауап жазамыз. Кіріңіздер. Мұнда құнды болды деп тұр бірінші бетте. Не құнды болды? Яғни сіз қандай ақпарат бүгінгі сабақта алдыңыз? Екінші бетті, оны жауап бергеннен кейін екінші бет шығады. Жетілдіру қажет. Яғни бүгін сізге не жетпей тұр? Яғни қандай білім жетпей жатыр? Қандай ақпарат сіз үшін қажет, соны жазатын боламыз.